Осы сұрақты бар ғой, елдер қойып жүрген не оқырмандарым. Пәленбай жыл болған шығар, Тамиді көрсеткелі бері өстіп ойлайды. Тами сен қызың, мамаң акушерка, тудырып сен өз атына жазбаған деп. Не дейсіз сол сұраққа? Құрметті қызымның оқырмандары, сіздер дұрыс түсініңіздер. Бұл қыз менің екінші қызым. Менде негізі екі қызым бар. Біреу Ақжарқын үлкені. Екінші немерем десеңіз, екінші қызым деген түсінбей. Екінші қызым Рауана, соның қызы Тамилана. Ол қызым тұрмыс құрған, жолдасы қайтыс болып кетті. Тамилананы қазір мен асырап бағып жатырмын. Дұрыс түсініңіздер, ол Рауанадан болса туған. Мам, Тами маған ұқсағандықтан сөйтіп ойлайды екен. Уже адамдар жаза берді комментарийға да, өтірік айтпа сен қызың деп. Мен тұрмысқа шықпасам, мамам қалай туамын мен? Иә. Ақжарқын тұрмыс құрмаған. Ол кіші қызымның қызы. Сол сіздердің қолдарыңызда қайта. Біздің қолымызда, иә. Анасы енді тағдыр деген сол басқа тұрмысқа шықты ол қызым. Қазір өзінің басқа семьясы бар. Енді неше немереңіз бар? 3 немерем бар. Сол елдер маған жазып жатыр. Сен қалында отырып 2 жыл үйленбей, сен сестренкаң үйленіп кетті, сенен бұрын деп жатыр. Бұйыртады ғой, мам бұйыртқан кетпейді ғой енді. Тағдыры ғой, тағдыр. Өмір десең. Өмір ол. Папа бергеп сөйлесеңізші, анаяқтан айтпай. Мам, күйеу бала іздейміз ба? Жоқ, іздемейміз ба? Күйеу баланы қызым өзің тап енді. Бұйрық болса бір күнде артқа қаратпайды екен ғой. Рауананы кім ойлаған аяқ астынан тұрмыс құрады деп, иә. Бұйрық болған күні барлық нәрсе орындалады. Сол бұйрық болмай жатыр деп ойлаймын. Бізде қазақта сөйтіп айтамыз ғой, бұйырған күні болар енді. Жас кіші болса не істейсіз? Өзіңді сыйлап, құрметтеп, екеуің бір-біріңді сыйлап кетсеңдер болды. Бізге оның жасы әсер етпейді. Болды онда, мам. Күттіңіздер. Иә, мам, айта беріңіз. Енді біздің жанұяда көп баламыз тұрған жоқ. Сол 2 қызымыз бар. Ұлымызда, қызымызда сол. Енді саған деген тілегім, енді күйеу бала бізді әйтеуір келіп кеткенде сыйлап, аман сәлемі дұрыс болса болды. Біз басқа одан еш нәрсе талап етпейміз. Бізді сыйлап, құрметтеп, біздің қанша өміріміз қалды дейсің. Бізде өмірлік емеспіз. Кетпесе, мысалы, біздің әке-шешеміз қайда кетті. Кезінде бізді міне құрметтеп жатырсың, бірнеше күн болды. Енді сол өзіңнің семьяңды тауып бір басың екеу болсын қызым. Енді жаңғыздық ата-бабаларымыз қайда кетті, сол кісілер де кетті. Енді бізде бұл өмірде қонақпыз енді. Сол үшін бір-бірімізді сыйлап, құрметтеп, бала-шағамыз бізді құрметтеп, енді саған көп рахмет, сенде. Мам, айтсаңызшы, мен ондай емеспін деп. Мам, недовольная дейсіз. Енді менің Құдайдың берген түрі сол. Өзім вид түрім сондай. Сізді оқырмандарым сұрап отыр, сториске шықпай кетті, папаң қайда деп. Папасының қолы тимей жатыр ғой, кешке дейін жұмыс. Өмір сүру керек, жан бағу керек. Сізге айтып жатыр, мама недовольная, папа добрый деп жатыр. Оған не дейсіз? Тыныш! Өзім баға бермеймін ғой, халық берсін дұрыс. Халық жақсы десе жақсы боламыз, жаман десе жаманбыз, значит. Баған адамға өз бермейді ғой, ел береді, халық береді. Айтып жатыр, осы адамдар қуады, біреудің өмірде не шаруалары бар деп жатыр. Не дейсіз соған? Енді әркімнің өзі өмір өзінде. Енді мен өзім жалпы өзім біреудің өміріне қол сұқпаймын. Бірақ енді сұрап қоймағаннан кейін жауап берді. Сұрап қоймағаннан кейін нақты жауабын айтып отырмын енді қызымның оқырмандарына. Әртүрлі адам болады, мам? Әртүрлі адам болады. Общительная сломам негізі? Общительная не. Соны айтам. Халықпен 35 жыл жұмыс істедім, ауылды жерде. Елмен жұмыс жасадым. Тіршілікте не болып жатыр, соның бәрі хабарлап отырмыз. Елдер білсін. Бізде елдер кім білейік, олар жауап қайтарады, сұрақ қоямыз. Сол папаңға Инстаграм ашып бер деп бәрі
Sen міне аштым, инстаграмыңыз құтты болсын. Рахмет. Папа, инстаграмыңыз құтты болсын. Рахмет. Не жайында жүргізесіз инстаграмыңызды? Өмір туралы айтамыз, кім не істеп жатыр? Аха. Күнделікті не істейміз? Жаңа Миллион подписчик болсын сізде. Рахмет. Алмалының Жаркенттің жағдайын бәрін түсіріп отырсаңыз, сіз стористан көрейік. Жұлдыз болыңыз. Жарайды. Оған бірдеге төлей ме? Жақсы жүргізсеңіз төлейді, папа. Жақсы, барынша жақсы, дұрыс нәрселер айтсаңыз, жастарға мына. Біз өтірік айтпаймыз ғой, тек қана жақсылық айтамыз. Болды онда. Құтты болсын ал, папа, инстаграм. Жуыңыз онда, кафеге барайық жүріңіз. Рахмет. Мама, акушеркалар айтады, бала тудырғанда мен үшін туасың ба деп айғайлап түрлері сондай өп кетеді дейді. Рас па сол? Рас. Енді акушерствода қатал болмасаң болмайды. Қатал болмайды. Ана мен баланың денсаулығы үшін ең жауапкершілік, ең жоғарғы жауапкершілікте тұрасың. Екі адамның өмірі оңай емес. Үйдің ішіндегі секретті айтуға болмайды, далаға шыққанда түсірейін. Иә. Пап, мамамды инстаграмға түсіресіз, жоқ қызғанасыз? Ойланып көрейін. Мамамды салсаңызшы, не тамақ істеп береді сізге күнде? Үйде не істейсіздер?